сәлеметсіздер ме? Балалар жасөспірімдер өлкетану және туризм орталығының экотоп мүшесі Кенжали қызы Айым Мойынқұм орта мектебінің 8-ші А сынып оқушысы, үйірме жетекшім Жарылкакова Жансая. Отбасы ұлттық тірегі. Отбасының тәрбиесіндегі ата-ананың балаларға тәрбиелік ықпал арттыру. Бала тәрбиесінде көп көңіл бөлу маңызды дәлелдеу. Отан отбасыдан басталады. Отбасының негізгі тірегі, қайнар көзі. Отбасы екендігін барлығымызға айдан анық. Отбасы дегеніміз не? Отбасы адам үшін ең жақын әлеуметтік орта. Отбасы белгілі дәстүрлердің жағындағы өнерлердегі мұралар мен салт дәстүрлердің сақтаушысы. Отбасының ең маңызды қызметтерінің бірі. Тәрбиелеуші міндеттері. Оның қоғамдық тәрбиенің ең тиімді деңгейінде жүйесінде алмастыра алмайды. Отбасының аман саулығы. Әрбір елдің дамуы мен келешек өлшемі. Отан қуат, отбасы шуақ деп бекер айтпас керек. Отан қуат, отбасымыз қызық шуақтан таусылмасын. Сіз үшін отбасы нені білдіреді? Қазақстан қоғамдық даму институты, Рухани жаңғыру отбасы институты зерттеу орталығы 2020 жылдың ақпан-наурыз айларындағы қазақстандық көп балалы отбасылардың жағдайында және даму зерттеу деп аталатын зерттеу деректері жария етті. Сіз үшін отбасы нені білдіреді? Деген сұраққа қазақстандардың жалпы саны 73,1% отбасыны өмірдің мәні ретінде санайтынын айтқан. Отбасы құндылықтары қоғамның басты құрамдас бөлігі. Халқымыздың рухани байлығының бірі отбасы құндылықтары десек те қателеспейміз. Отбасы құндылықтарының қоғамның негізгі құрамдас бөлігі болып табылады. Және мәдениет пен адамгершілік қасиеті қалыптастыру маңызды рөл атқарады. Отбасындағы дәстүрлердің жанұялық психологиялық жағдайындағы ажырамас бөлігі. Оның балаға деген әсері орнауы. Өз ойым бойынша қазіргі замандағы отбасы дәстүрлерін тиімді назарларыңызға ұсынамын. Отбасы дастархан жаю, бас қосу, отбасымен ақыл кеңес құру, отбасымен ата-бабаларын еске алу, отбасымен әже-аталардан бата алу, отбасымен бірге серуен құру, отбасымен табиғатқа шығу, отбасымен саяхаттау. Қорытындылай келгенде, педагогикалық ғылымдан директоры Қалбекова Асма Ахметқызы былай деген екен. Отбасы мен мектептің айырмашылығы тура былай деген екен. Біз ұзақ уақыт бері балаға тәрбие беретін негізгі орта мектеп. Ал отбасы соның көмекшісі. Серіктес деген келдік. Бірақ өмір өзі көрсеткендей тұлға қалыптасады. Қоғамға қосатын ең негізгі тәрбиеші отбасы. Бұдан біз қандай қорытындылай келеміз? Бала тәрбиесінде отырған әрбір ата-ана мектепте мұғалімдерден кем емес. Педагогикалық білімді білікті болу керек. Баяғы өткен заманда бір үлкен отбасы болыпты. Отбасында көп адам, тіпті бір қауым ел бірге тұрыпты. Ол отбасында адамның көптігіне қарамастан, олар тату-тәтті өмір сүрген екен. Бұл жағдай елді таң қалдырады. Оларда ұрыс, керіс, дау, жанжал деген болмайды екен. Бұл отбасы жайлы хабар патшаның да құлағына жетеді. Патша естігенінің ақ-қарасын білгісі келіп, ауылға келеді. Ауыл тап-таза, барлығы жеткілікті, тыныштық пен береке қонған. Патшаның көңілі толып, ерекше бір шаттыққа бөленеді. Сыйластығы жарасқан бақытты отбасында қариялардың орны төрде, шат-шадыман, балалары бақытты, мәз-мейрам екен. Бұған патша таң-тамаша болады. Отбасының қалайша бақытты, тату-тәтті өмір сүруінің мәнісін білгісі келеді. Ауыл ақсақалына келіп, отбасындағы татулық пен бірлікке қалай жеткендерін айтуын өтінеді. Қарт үнсіз ғана 100 рет сүйіспеншілік, 100 рет кешірім, 100 рет бірлік деп қағазға мұқият жазып шығады. 3 сөзді оқыған патша таң қалып, осы ақ па? дейді. Қарт, я, барлық жақсы отбасы тек осы қасиеттерден құрылады, дейді. Сәл ойланып, және шыдамдылық деген сөзді қосады.